Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз каникулдамыз, Айша демалып жатыр. Қазір биге келдік, бірақ биден демалыс жоқ, өйткені жақында Ташкентке жарысқа барамыз. Күнде би болады, 2 сағат, 1 сағат, әр уақытта шақырады дайындыққа. Абайдың жаңағы основной сабақтарынан бос уақыттарына шақырады ғой. Бізге неделясына 3 рейс болса, қалған 3 рейс өзі бос уақытында дайындыққа шақырады. Біз бағана сағат 11-де үйден шықтық, одан кейін каргоға бардық. Сіңілім Айшаға бір нәрсе заказ берген екен. Айша ашпа деп кетті, өзі ашып кеткен, бірақ ашпай қарама, бірге қараймыз деп мынандай бір зат. Фотоаппарат осындай заказ берген екен. Соны алдық, одан кейін мектепке бардық. Мектепке барып сұраныс хат және де өтініш па сондай жазып кеттім апайға, өйткені біз каникул уақытында емес, сабақ уақытында барады екенбіз, сабақ басталған кезде. Сонымен сөйтіп жұмыстарымызды бітіріп, енді биге келдік. Қазір күтіп отырмын Айшаны. Биден шыққан. Бүгін 1 сағат екен би. Үйде свет жоқ, машинада телефон зарядтап отырмын. Қазір Айша шығады. Одан кейін үйге барамыз. Үйде свет жоқ. Кешкі сағат 5-ке дейін свет болмайды екен. Басқа жұмыстарымызды істейміз. Каникулда көп тапсырмалар берген сабақтан. Соларды орындау керек. Шетінен орындап жатырмыз. Акиматтың алдындағы парковкада тұрған ғой. Көп машиналар келіп жатыр, кетіп жатыр. Қасында госсадик бар. Тоже садикқа келіп кетіп жатыр. Акиматқа келіп кетіп жатыр. Артында магазин. Мына жақта акимат. Ал мына жақта государственный садик. Мына жақта магазин тұр. Соны адамдар көп жүреді. Ал біздің неміз? Мына жақта кафе, магазин бар. Оның арт жағында Айшаның биге баратын школасы. Алтын көз болып тұр ғой, дала қандай керемет болып тұр. Сап-сары. Бір фотосессия жасау керек еді осындай күзде. Айша биден шықты. Фри алып жауады мына жерде, қасында кафеден. Ыстықтаған жоқсың ба? Жолды жасап жатыр екенді, қазып тастапты, трактор, жаңа техникалар тұр екен. Үй жаққа өте алмаймыз. Сонымен енді біз қазір екінші входпен попробуем сейчас. Екінші вход, айтып қоямын, греди. Тамам. Иә, ол жақ балшық қой, қатты балшық. Енді қазір балшық болса да не істейміз, еще не алып алғанбыз ғой, үйге продукт алып алғанбыз ғой. Білмеп, я, мам. Иә. Неделі көп болды осы вход деді Айша. Я, это вход вообще. Бұл жолмен жүрмегелі біраз болған ғой. В принципе, бұл тоже жақсы жол. Бұрын постоянно жүретінбіз. Просто су ағызып кеткен ғой. Сонымен су ағызғаннан кейін жаман жол бізге. Балшық келе жатыр, да? Встречная машина шықса, бірақ та біреу артқа кету керек болады. Аз-маз продукт алып алғанбыз. Қазір енді осыны көтеріп үй жаққа қарай түсеміз. Аяғым батып кетпеді. Это батып кетпеді аяғым. Мен келіп жатыр, аяғымды ішіне кіріп бара жатыр. Осындай балшық. Я, осындай балшық.
видео көрсең, это вообще бос. Біздің үйіміз міне қара крыша тұр ғой, мынау қызыл крыша коттедж тұр, содан кейін қара крыша тұр, сол ғой. Жап жақын негізінде, тек қана жер осындай балшық болғаны болмаса, былай өте жап жақын. Не болды саған жасы? Біз кеттігіміз кеттік. Так, үйге келдік. Бірақ кілтті машинаға ұмыт кетіп үйдің кілтін. Қазір енді қайтадан барамыз. машинаға барам үйдің кілтін алуға. Қалай күтемін, мамам жарасау. Опа, келдік. Алдым. Обычно сумкамда жүретін. Ұмыт кетіп оңай. Қорыққан жоқсың ба мені күткенде? Жоқ. Ала ғой ана заттар. Мен қолыма бәрі сыймайды ғой. Сымайды, фотоаппаратың құлап қалмасын. Потом жұмыртқа да. Опа. Жарасам. Жарадың ба қатты? Жұмыртқа құлқылымен қалмын істейдім. Сырған деймін, ja? Міне фотоаппарат алды. Айшаның фотоаппаратын ашамыз. Тәте алып берген ол. Аха, тәте салып берді. Ашық көзі. Сен бағана ашып берген ғой. Батареясы бар ма екен? Несі батареясы? Пленкалары. Я пленкалар. Мынау мойныңа іліп алатын Алатын. несі. А это зарядка дома такие, где? Аха, бұл зарядтайтын зарядка. Зарядка. Вот сен фотоаппаратты зарядтайсың. Так, енді қазір мына көк алыста экран. Бай тұр бізде. Ішінде пленкасы бар екен. Зарядкасы, похож, села. Жүріп жатқанда машина. И пленку алу керек. Бұны қателеспесем енді зарядтау керек. Давай пленку алу. Да. Зарядкаға қосып көрсетеміз. Сосын суретке қалай түсіреді екен. Мерейден сұраймыз келген соң. Қанша теңгеге заказ берген.